Қолында. Қайырлы күн болса ханым. Асан Қайғы. Асан Қайғы, Саддәулет, бұл запретіңіз дұрыс болмады. Өзіңіз таңдап алған қызға ондай запретті азайтуды қою керек сияқты. Ұйқасың керемет екен алдым бұл. Рахмет. Бұдан кейін ұйқас менен шықпайды. Ұйқас чакин ұлпат. Еңілік немен? Жаңа айтып жатыр ғой, енді мен ұзын киінгенін қалаймын деген сияқты әңгіме шықты да. Негізі кеше ондай тақырып қозғалмаған еді. Өтірік айтпа еңілік. Қозғалған жоқ. Өтірік айтпа еңілік. Маған ұзын ки деп айтқан жоқсың. Просто маған ұзын ки деген нәрсені айтса, мен андай деп қабылдаймын да. Бұрынғы болған отношениесіндегі қыздарға мені бір ұқсатқысы келіп істеп жатқан секілді көрінеді да маған. Мен бөлек адаммын, бірақ сенің бұрынғы отношениеде болған адамың мүлдем бөлек адам да. И сен прекрасно білдің да, что мен вообще бөлек стильде киінетінімді, мен бұрыннан қысқа ашық киінем деген сияқты, потому что менің барлық нәрсем оған позволяет да. Мен бойым ұзын қыз болып тұрсам, мен қысқа киінбейтін де едім негізі. Просто андай ғой. Қалай айтсам болады, білейін. Ол нәрсеге, ол нәрсеге негізінде әлі ерте негізінде запрет қойылға деп есептеймін. Енді мен запретке келетін болсам, мен запрет қойған жоқпын. Нақты қысқа кимейсің, тек қана ұзын киесің деген әңгіме айтқан жоқпын. Былай айтсақшы, одан бұрын сіздер негізі сөйлестіңіздер ғой, кеше медеуде жақсы оңаша сөйлестік дедіңіздер. Бір түсіндіңіздер ме? Негізі еңлік бір байқадыңыз ба? Бұл менің болашақ жігітім болуы мүмкін ау дегендей көзқарас болды ма? Әлде мен достықтан артық көрмейтін сияқтымын деген сияқты ойлар ма? Негізі ойлаймын да, бір ғана 1-2 сағаттық сөйлесу, ол нәрсені әлі білдірте алмайтын сияқты, анықтай алмайтын сияқтымын. Әлі дейінді көру керек, бірақ пока айтып жатқаным сол оңаша кездесулер болмағандықтан, бір-бірімізге ашыла алмай жатқандықтан, әлі сол дос қалпымызда жүрміз негіз бәріміз. Баласа ханым, өте дұрыс айтасыз. 1-2 сағаттық әңгіме маған оған жетпейтін шығар, бірақ маған жетуі мүмкін ол нәрсе. Потому что мен адаммен сөйлескен кезде тікелей өзіне маңызды, өзімнің өмірімде маңызды принциптарым бар. Оны қазір не үшін білмеймін, кеше айтпадың деп отқанын білмеймін, бірақ айтқам мен кеше. Принциптарымды, қандай екенін, не болатынын, мысалы, мен қазір от и до айтып қойып бергем да, мен қандай, жалпы мен қандай ертең ер азамат бола алам, жалпы мен не бере алам бұл кісіге, мен не бере алмаймын. Мен мойындаймын, мен асып кеткен байдың баласы емеспін. Мен өз күнімді өзім көріп жүрген, өзім жағдайымды өзім істей алатын жігітпін қазіргі таңда. Сол үшін мен бұл кісіге айта аламын, тек қана мен айттым алдыңғы эфир шыққан кезде ортаға. Мен ортаға шыққан кезде бұл еңлік менің артында кәдімгідей бір қорғанышы бар адам сияқты отырғанын қалаймын да. Менің көзімше біреуге боқтап, болмаса біреуге бір балағат нәрсе айтып, оған болмаса біреу болған қатты сөйлеген мен қаламаймын. Потому что мен өзімді сыйлаймын, одан кейін бұл еңлікті сыйлаймын да. И запрет деген нәрсеге келетін болсақ, запрет. Мен нақты айтқан жоқпын. Еңлік, мына нәрсені кимейсің. Болмаса сен тек қана ұзын киіп жүресің деп айтқан жоқпын. Мен айттым, сенің атанаң тәрбиелеп отыр, саған атанаң рұқсат еткен шығар. Мен пока ешкім емес, мен сенің жігітің емеспін, мен сенің күйеуің емеспін. Бірақ менің өз айтатын, мен өзіне айттым. Менде зорлық жоқ, менде ескерту бар. Мен ескертіп айта аламын. Мен мынандай нәрсе кимесең, менің қазіргі абыройым одан да бір жоғарылаған болмаса төмендемейтін еді. Мені қазір жігіттер қолдайды деп ойлаймын. Потому что бұл жерде, Баласа ханым, мен еркек ретінде өзімнің қасында қызға бөлек бір еркектің көзқарасы болғанын қаламаймын. Ол неден болады? Ол қысқа киімнен болады. Болмаса бір қалай айтсам болады, бір қатты ашылғаннан болады деген сияқты. Ол нәрсені білдірмейді, то что ол жаман адам, болмаса ол қысқа киінеді, ол болды деген нәрсе емес. Просто көрген, мен еркек ретінде, мен еркектердің психологиясын түсінетін еркек ретінде, мен өз көзқарасымды айтуға құқығым бар. Себебі мен сол нәрселерді түсіндіріп бердім да. Егер сен осылай қарасаң, маған кішкене стрёмно болып қалуы мүмкін. Мысалға менің бауырларым, мысалы, еңлікте айтып қалсам, маған неприятно болушы еді да. То что бүйтіп, неге қысқа киеді деген сияқты айтты. Мен айтамын да по-любому. Ол өзі біледі, ол өзінің өмірі, мен таңдадым, оны сен емес деп мен айтам. Бірақ оған жеткізбей-ақ қоятын да бізде жол бар да. Потому что сәл ұзарта сал болды. Мен оны ойбай, сен бейт, не істе,
оранып ал деп тұрған жоқпын. Просто менің өзіме конкретно не ұнамай тұр. Мен осы бастан айтып отырмын да. Ертең ортада шығып, 4-5 эфирден кейін мен айтып отырсам бұл әңгімені, сен неге басында айтпадың деуім мүмкін да. Мен қазіргі мәселенің бәрін по полочкам қойып алғым келеді. Басынан бастап мен қандай екенімді айтқым келеді. Мен айттым, иә, мен жынданып кетем, мен ашуланып кетем, өзінің принциптарыма келгенде. Мен бірақ жаман адаммын деп айта алмаймын өзімді. То что мен жынданған кезде мен ешкімді көрмей қаламын. Бірақ мен адекватны сөйлескен кезде мен бүкіл нәрсені түсініп, кәдімгідей тыңдай алып, оның орнына өзімді қойып көре аламын Балауса. Балауса ханым, қайырлы күн. Сұрақ қоя кетсек. Иә, Нұрай. Енді біз мына таныстықтағы адамдарды менің көзіммен қарасам, бұл адамдар тек қана достықтың шеңберіндегі ғана адамдар секілді. Бұл адамдарға қарасам, бір махаббатқа никак таныстықтары ұласпайтын секілді. Енді мынандай да ой кеп тұр да, енді біз еңлікті ана жылдан бастап танимыз. Еңлік әрдайым таныстық тоқтататын кезде қызыл киім киетіні бар еді деп ойлаймын да. Енді бүгін толықтай қызыл киім киіп келмесе де, білмеймін, Саттәулетке бір белгі секілді қызылдың бір кішкене жері киіп келген сияқты да енді. Саттәулетке белгі сияқты, ай, осы келесі таныстықтарды уже тоқтататын секілдімін деген секілді ма? Red flag дейсіз ғой. Иә, Саттәулет сізге намекті кәдімгідей тастап тұрған секілді, дұрыстап қадамдарын жасамасаң, уже келесі эфирларда точно тоқтатам деген секілді. Сізге намек тастап тұрған сияқты. Еңлік ондайыңыз бар ма еді? Қоштасарда қызыл киім киіп келеді дейтін. Иә, 3 жылдан бері келе жатқан традиция ғой негізі ол мендегі. Деп жатырмын дегенді білдірмейді. Ештеңені білдірмейді. Иә, ештеңені білдірмейді. Таңертеңде жазып жүрген болатын, қызыл кимесең болды деп өзі. Соған айтқам ғой енді, жоқ, қара мен қызыл просто келеді бірге екеуі түстері, сондықтан да кидім деген сияқты. Иә, ұйқымнан тұрсам доброе утро деп жазып жіберді. Сонымен қалада жүргем жұмыстармен. Сөйттім да. Маған айтады ғой, қара киіп келші. Мен как раз қара киіп кеткенмін өзім. Сөйтіп, бүйтеді ғой маған, қара киіп кел дейді, мен түсінбей қалам. Ол да қара киіп алған ба деп. И сразу ойыма қызыл келеді ғой. Мен еңлік танимын ғой енді қанша жылдан бері. Сөйтем, қызыл болмаса болды деймін. Сөйтеді да бір нәрсе айттың артынан. Бір нәрсе айтты, өзі айтсыншы соны. Қазір ғана айттым ғой? Иә. Жарайды. Балауса ханым, негізі жақында ғана Айбек пен Эдуарда қонаққа келіп еді ғой. Сол кезде Саттәулетке қатысты сұрақ қойған болатын. Еңлік екеуінің арасында бір не болса, қарсысың ба немесе қалай деген сияқты. Сол кезде бүйтіп ашық айтпаса да, намектап бүйтіп тұрып кеткені бар. Саттәулет сияқты Саттәулетті жалпы бір күйеу баласы ретінде бір көргісі келмейтін сияқты. Үйдегілердің ойы қандай Еңлік, нақты Айбектің ойы? Негізінде менің мамам да папам да барлығы жалпы отбасын таниды, Саттәулетті үйдегілер және жақсы көреді. Папам да мамам да жақсы көреді. Айбектің енді досы болғандықтан бір ойлаймын да, шынымен де кейбір жігіттерде болады ғой, мен өзімнің қарындасымды өзім досымның жанында көргім келмейді деген сияқты, лучше мен танымайтын мүлдем бөтен адамға кетсін деген сияқты нәрсе. Бірақ Айбектің дәл эфирде айтқан нәрсесін мен жай ғана андай бір қалжың үшін солай ғана айтты деп түсінемін. Себебі Саттәулетке деген негізінде ойы оң. Теріс, ондай ешқандай нәрсесі жоқ, қарсылығы да жоқ. Маған да андай прикол ұстап тиісіп кетеді, үйге келіп, что-там не болды, таныстық бастапсың ғой деген сияқты. Бірақ мен кешегі сол әңгіме барысында кішкене бір нәрсеге андай болып қалдым да, бірақ өзінен сұрайым деп ұмытып кетіппін. Одан кейін жаңағы таныстығымыз жайында айтып жаттық та, одан кейін әңгіме болып кетті, тоже ата-анамыз жайында. Сол кезде маған айтқан болатын Саттәулет, мен енді мамамды, конечно, жақсы көремін, бірақ енді мен жар таңдауда, жаңағы көлік таңдауда менің анам мүлдем жаңағыдай маған айтпайды деген сияқты қылып айтты да. Енді өзің таңдайсың дегенге келтіреді деді. Одан кейінгі әңгімесі бірден былай болды да. Маған айтты, мына қыздың мінезі жақсы еді ғой деген сияқты қылып айтқан адамдар да болды, бірақ мен жүрегімді тыңдадым деп айтты да. Сондағысы енді менімен салыстырмалы түрде қараған кезде екінші варианттағы қыздың мінезі жақсырақ еді ғой, чем еңліктігі деген сияқты әңгіме болды да. И мен соны түсінбей қалдым, оның мамасы айтқан ба, әлде басқа адамдардың айтқаны ма деп. Ал Саттәулет. Халықтың алдында енді қалай мен кешегі бірінші мынау ше таза мынаған сенуді қиын екен мына кісіге. Негізі былай айттым мен былай айттым. Негізінде еңлікті халық қалай таниды? Моз деп таниды да, мысалға. Кешеде видеода айтады да, мен күлген сияқтымын деп екеуміз видео көріп отырық. И мен мына жерде күліп тұрмын ғой, неге мен түрімнен білінбейді дейді да, енді адам құсап күлмейсің ба деймін да болғанда. Сөйтіп бәрі айтады, еңліктің мінезі ауырлау сияқты ма, туралайсың ба, туралай аласың ба, күшің жете ма деген сияқты нәрселерді айтады. Одан кейін мен анам жайлы әңгіме айтқан жоқпын ол жерде.